Сәлем достар, бүгін мен сіздерге брокерлік шотты қалай онлайн ашуға болатындығын көрсететін боламын. Біз бүгін Freedom Finance'тан онлайн шот ашамыз. Ол үшін бізге ең бірінші төменде көрсетілген сайтқа кіру керек. Сайтқа кіргеннен кейін сайттың бас бетінде шот ашу деген жазуға басамыз. Ол сайттың оң жақ жоғарғы бөлігінде орналасқан. Бет ашылады. Шотты ашу 3 қадамнан тұрады. Біріншісі, сізге өзіңіздің жеке ұялы телефон номерін растау қажет болады. Көрсетілген ұяшыққа өзіңіздің жеке ұялы номеріңізді көрсетесіз. Сізге 6 номерлі код келеді. Осы кодты келесі ұяшыққа енгізесіз. Ендігі кезекте жеке деректер бөлімін толтыру қажет болып табылады. Бұл жерде шотты ашу заңды екендігі көрсетіледі және сіздің көрсеткен ақпаратыңыз құпия болып сақталады. Ең бірінші, тегіңізді жазасыз. Екінші, атыңызды. Әкеңіздің атын жазу міндетті емес. Азаматтығыңызды көрсетесіз және соңғысы, сіздің жеке сандық номеріңізді жазасыз. Бұл жерде мен тек мысал ретінде келтіріп жатырмын. Осы ақпараттарды толтырғаннан кейін келесі қадамға өту батырмасын басасыз. Ендігі үшінші бөлім шартқа қол қою. Бұл жерде кейбір ақпараттар автоматты түрде көрсетіледі. Бұл жаңағы сіз көрсеткен деректерге байланысты. Енді біз осы анкетаны ары қарай толықтыруымыз қажет. Енді бізге көрсету керек жеке басын куәландыратын құжат. Құжат түрін таңдағаннан кейін сол құжаттың номерін жазамыз. Құжат номерін жазғаннан кейін құжатты кім бергендігін көрсетеміз. Құжаттың берілген күнін, құжаттың жарамдылық мерзімін, өзіңіздің туған күніңізді, туған жеріңізді, өзіңіздің жынысыңызды, тұрғылықты еліңізді және де пошта индексін жазамыз. Келесі өзіңіздің облысыңызды көрсетесіз. Елді мекен түрі. Қала бізде автоматты түрде шықты. Енді өзіңіздің тұратын көшеңізді жазасыз. Және де үйіңіздің нөмерін жазу керексіз. Пәтер нөмерін де көрсетеміз. Бірақ бұл міндетті емес. Пәтер нөмерін көрсеткеннен кейін сіз Freedom Finance пен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты қандай екендігін көрсетесіз. Біздің жағдайда бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетуді таңдаймыз. Сіз бағалы қағаздарды қандай қаражат көзі арқылы алатындығыңызды көрсетесіз. Сіздің отбасыңызда біреу мемлекеттік қызметкер болса, оны да жазуыңыз керек. Сіздің резиденттігіңізді көрсетесіз. Салық төлеушінің сәйкестендіру номерін жазу міндетті емес. Ал ақшта салық резиденті болып табыласыз ба, оны да көрсетуіңіз керек. Және соңғысы, осы брокерлік шотты ашу туралы қайдан білгеніңізді көрсетесіз. Барлығын жазып болғаннан кейін сізге өзіңіздің жеке құжатыңызды
енгізу қажет болады. Фотосуреті бар жеке басын куәландыратын құжаттың екі бетін көрсетесіз. Бірінші бетін және екінші бетін сканерден өткізіп жүктейсіз. Қосымша файл жүктегіңіз келсе, оны да жүктесеңіз болады. Соңғысы, мен енгізілген деректердің дұрыстығын растаймын деп қол қоюға жібересіз. Батырманы басқаннан кейін сізге электронды келісім шарт шығады. Келісім шартты толығымен оқылып шығып, электронды SMS арқылы қол қоюыңыз керек. Шартты оқып шыққаныңызды білдіретін екі птичканы қойып, келісімге қол қойып, шот ашу батырмасын басыңыз. Сіздің ұялы телефоныңызға код келеді. Сол кодты енгізіп, шот ашу туралы өтінішке қол қоясыз. Қол қойғаннан кейін сізде келесі экран пайда болады. Сіздің енгізген ақпараттарыңыз тексеріледі және 1-2 күнде сізге Freedom Finance-тың менеджері қайта хабарласып, сізбен мән-жайды реттейтін болады. Шот ашылғаннан кейін өзіңіздің логиніңіз және құпия сөзіңізді енгізіп, ары қарай акция немесе облигация кез келген бағалы қағаздарды ала берсеңіз болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Видео сіздерге пайдалы болып деп үміттенемін. Лайк басып және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.